сәлеметсіздер ме? Мен Әбдіманап Нұрила Қанатқызы Мұқағали Мақатаев атындағы номері 140 гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Мен 6 сыныпқа ұлттық құндылықтар ел қазынасы тақырыбында сабақ өткіздім. Қазақ кинофильмдерінен үзінді талдаттым. Жалпы қазақ кинофильмдерін білім беруде қолданудың ерекшеліктері неде? Жалпы кино жанры адам жүрегіне ең тез жететін ұшқыр, елкесек жанр екендігі анық. Кинода тәрбие құралы, әрине оны орынды пайдалана білгенге. Қазіргі уақытта тарихи тұлғалардың өмірін, ұлттық құндылықтарымызды кітап арқылы насихаттап жатқанымызбен, өкінішке орай, көгілдір экранның басымдылығы көптеу болып тұр. Әрине, оның да жақсы жақтарын пайдалануға болады. Неліктен қазіргі осы заманауи форматта қазақ кинофильмдері мен қазақ тілін, әдебиетін байланыстырып, түрлі әдіс тәсілдерді қолданбасқа, сол арқылы ұлттық құндылықтарды, тәрбие құндылықтарын шәкірт бойына дарытпасқа. Енді осы тақырыпты түсіну үшін экранға назар аударайық. Біз қазір мағынаны тану әдісімен жұмыс жасаймыз. Сіздерге қазақ кинофильмінен үзінді қойылады, мұқият тыңдаймыз, сол бойынша топтық жұмыс жасаймыз. Ақтығында бас, бүгін біздің ер үміттері. Сендердің ауылдарының келетінін күтіп отырғанбыз. Мен бар, бұрыннан сенсіз сұрай. Сен астында бол. Қандай қасиеттері байқадыңыз? Екінші топ, қандай салт дәстүрлер туралы сөз қозғалды? Үшінші топ, айтылған салт дәстүрлер, әдет-ғұрыптар бүгінгі таңда, яғни қазіргі заманда маңызға ие ме? Бірінші ойланып алайық, сіздерге 1 минут уақыт беремін, ақылдасып алыңыздар. Біз мағынаны тану, ұшқыр ой қозғау секілді әдіс тәсілдерді қолдандық. Жұптық жұмыс, топтық жұмыстар берілді, яғни оқытудың белсенді әдіс тәсілдері тиімді қолданылды. Енді жалпы кинофильмдерді қолданудың ерекшеліктерінің тағы біреуіне тоқталып өтейін. Қазіргі жастарда біріншіден клиптік сана көбірек, басымдырақ дамыған, яғни шорт форматында дейміз, рилс форматындағы видеолар қазір трендте. Осы арқылы біз оқушыларға берілген ақпаратты қысқа әрі оңай түрде жеткізе аламыз. Екіншіден, қазақ киносының басым көпшілігі, әсіресе 60-70 жылдары жарыққа шыққан кинофильмдерде қазақ халқының құндылығы тереңірек қамтылады. Міне,
Осы арқылы біз қазақ халқының тағылымға толы өмірін шәкірттерге көрсете аламыз. Үшіншіден, оқушы шамшырақ, оны тек жаға білу керек. Мүмкін алдымызда отырған шәкірттердің бірі болашақта осы кино саласының майталманы болып қалар. Біздің мақсатымыз қазірден бастап оқушылардың өнерге деген құлшынысын арттыру. Арғарай тақырыпты бекіту мақсатында WordWall, яғни сайты арқылы оқушыларға қызықты тапсырма ұсындық. Ал ұшқыр ой әдіс. Мен бейнебаян қоямын, қол көтеріп жауап береміз, қай топ бірінші табады екен. Жақсы ма? Сұрақты бейнебаян аяқталғаннан кейін балалар, қазір біз жұптық жұмыс жасаймыз. Бірінші, экрандағы бейнебаянды мұқият тыңдаймыз. Жақсы балалар, бірінші сұрақ. Үстінде қандай ұлттық ойын түрі көрініс тапқан? Екінші сұрақ, аталмыш ойынның құндылығы мен тәрбиелік мәні туралы не білесіз? Ақылдасуға 1 минут уақыт беріңіз. Келесі тапсырманы орындап көрейік. Енді осы тапсырманы орындауға бірінші топтан, екінші топтан, үшінші топтан оқушылар ортаға шығамыз. Ләйла, осы жерде ұлттық құндылықтар осы ұяшық толтыруымыз керек. Арқарай өмірзақ. Тамаша, Арсен. Енді осы жерде біз тәрбие құндылықтарына қайсыны жатқызамыз балалар? Ар-ұят және талғам. Енді осы екеуінің қайсысы бізде ұлттық құндылықтарға жатады? Тамаша. Тексеріп көрейік. Жарайсыздар. Қандай нәтижеге қол жеткіземіз? Білімді функционалдықпен және шығармашылықпен қолдану жүзеге асады. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар қолданылады. Сын тұрғысынан ойлау дағдылары қалыптасады. Жалпы, бұл тапсырмалардың тағы бір ерекшелігі тақырыптың әр алуандылығы. Бұл тапсырмалардың барлығы оқыту мақсатына сәйкес келуі басты назарға алынады. Заманауи сұранысқа сай сабақты түрлендіру әдістері
қорытар болсақ, тыңдалым және айтылым тапсырмаларының оқушыларға ерекше қызық екендігі басты назарға алынды. Сонымен қатар бағалау біздің сабағымыздың әр кезеңінде жүзеге асады. Ол үшін конструктивті кері бағалау және рефлексия сынды әдіс-тәсілдерді қолдандық. Соңғы уақытта жарыққа шығып жатқан кинофильмдерде сөздің қадіріне жету назардан тыс қалып жатыр. Ал мен қолданылатын әдіс-тәсілдерде қазақ тілінің байлығын, шұрайлығын, әуезділігін көрсететін кинофильмдерден үзінділер талданады. Жалпы ар-ұят, ұлттық мүдде, талап сынды ұлттық құндылықтарды шәкірт бойына сіңіруде қазақ кинофильмдерінің маңызы зор. Назарларыңызға рахмет.